Сәлем балалар, жаратылыстану 2 сынып тақырыбы бақылау қалай жүргізіледі? 2 сабақ. Жоспар бойынша бақылау жүргізуді, бақылау нәтижесін белгілердің көмегімен жазуды үйренесің. Бірінші сұрақ: мына құралдар қалай аталады? Олар не үшін қажет болуы мүмкін екен? Мысалы, телескоп алыстағы аспан денелердің, жұлдыз, ай, ғаламшарларды көру үшін қажет. Ал лупа үлкейткіш әйнек затты бірнеше есе үлкейтіп көру үшін керек екен. Фотоаппарат маңызды сәттерді, адамдарды, табиғатты, оқиғаны есте сақтау үшін бейне суретке түсіруге арналған құрал. Микроскоп өте ұсақ заттарды, көзге көрінбейтін нәрселерді үлкейтіп көрсету үшін керек. Бақылау дегеніміз не? Бақылау табиғат құбылыстарын зерттеу әдісі. Адам оның табиғи дамуына кедергі келтірмейтін бақылайды. Зерттеушілер бақылауға жоспар құрады. Қуаныш пен Айсұлу аулада бақпақ қалай пайда болды деген тақырыпта бақылау жүргізді. Осы бақылаудың мақсатын анықтайық. Мінекей, бірінші негізгі мақсаты бақпақ гүлінің даму кезеңінде зерттеу, өсу жолдарын білу, гүлдің қалай өзгертетінін анықтау, тұқымдардың қалай таратынын түсіндіру. Болжам жасау және сұрақтарға жауап. Балалар бақылаған нысан ауладағы бақпақ гүлі. Бақылау кезде қай кезде жүргізеді? Бақылау көктем мезгілінде. Айсұлу мен Қуаныш нені анықтай алды? Олар бақпақтың біртіндеп гүлдейтінін, содан кейін сары күлтелер түсіп, оның орнына парашют тәрізді үлпілдек тұқым пайда болатынын анықтады. Болжам жасау. Бақпақтың тостағаншасы қалай өзгереді? Бақпақ гүлдеп болғаннан кейін оның тостағанша біраз уақытқа жабылып қалады екен. Енді бақылау жоспарын бақылағанда нені, қандай мақсат қою керек? Бақпақтың өсу циклін, оның пайда болуы, таралуын, нысаны ауладағы бақпақ өсімдігі, бақылау кезінде қай жерде жүргізіледі? Бақпақ көктемнен басып жарты ортасына дейін. Балалар нені анықтайды? Балалар бақылау барысында бақпақтың өсу кезеңін тұқымынан бастап өскінге дейін, гүлдеп тұқым шашуға дейін кезеңдерін бақылаған. Тұқымның таралу жер арқылы тұқым таралатынын және бақпақтың қай жерлерде пайда болатынын анықтаған. Бірінші, гүлдердің басынан тостағанша жасыл және тығыз болады. Екінші, гүлдеу аяқталған соң күлтелер түсіп қалады. Үшінші, тұқымдар толып пісіп жетілген соң тостағанша қайтадан ашылады екен. Үшінші, физик ғалымдар магниттік қасиеттерін тексерді. Астрономдар ғаламшардың қозғалысын бақылайды. Міне ғалымдар, ботаник пен зоологтар нені жүргізеді екен? Ботаниктер өсімдіктер әлемін зерттейтін ғалымдар, өсімдіктің өсуі, дамуы, дәннің қалай өсіп, жас өскінге айналатынын, оның қажетті жағдайлар, температура, жарық бақылайды. Ал зоологтар ғалымдардың бақылауы жануарлардың мінез-құлқы қалай қоректенеді, қандай азық түрлерін тұтынатынын, аң аулау немесе шөп жеу әдістерін бақылайды екен. Пиктограмма дегеніміз схема немесе суреттің көмегімен затты бейнелейтін белгі. Ғалымдар өз бақылауларының нәтижесін жазып отырады. Оны схема, кесте, пиктограмма түрінде салады. Мысалы, пиктограмма үлгісі өсімдікті бақылау. Күнні, қайғыны көргені, су құйғаны және өзгерісі. Ауа райын бақылау күнделігі, яғни пиктограмма түрінде тағы да күні, ауа райы қандай күн болғанын, ауа температура, жылы, суық және мұздай екендігін. Байқампаздық неліктен кез келген зерттеуші маңызды. Байқампаздық зерттеуші құбылыстарды мұқият қадағалайды. Бұл оған ең кішкентай өзгерістерді, ерекшелікті және үлгілерді байқауға мүмкіндік береді екен. Сен білесің бе? Теледидар немесе компьютер экранында гүл қауызы көз алдымызда ашылып, гүлге айналатынын көрген боларсың. Шын мәнінде бұл процесс бірнеше күнге созылады. Мұндай бейнелеулерді бірнеше рет фотосуретке түсіру арқылы жасалады екен. Бесінші, үйдегі жануарды бақылау жоспарын жаса, қорытындысы. Біз үй мысығын алдық, атын, жасын, жынысын, түсін ауладан жазып алдық алдын. Бақылау кезеңі 3 күн бойы, күн сайын кемінде 1 сағаттан таңертең, күндіз, кешке және әртүрлі уақытта. Құрал: дәптер, қалам, телефон. Бірінші күні бақылағандағын сағат 8-ден 9-ға дейін, 2-ден 3-ге дейін, 8-ден 9 кешкі. Екінші күні бақылағанымыз үшінші күні бақылағанымыз және оның қандай істегенін барлығын жазып қойдық. Балалар, өздеріңде осы мысықты бақылауға немесе күшікті бақылауға болады екен. Өзіңді тексер айдарымен бақылау не үшін қажет? Бұл сұрақтар қаншалықты мергенге тексеруге өте қолайды. Егер балаға осы 3 сұраққа толық жауап бере алса, зерттеушілік дағдыларының негізін түсінді деген сөз. Бұл білім келесі тәжірибелік сабақтарда, мысалы, өсімдік өсіру, табиғат құбылыстарын бақылау өте пайдалы.
Балалар, бүгін біз бақылау дегеніміз деген сұраққа толық ақпарат берді деп ойлаймыз. Сабақ аяқталды.